Сәлем оқушылар, бүгін біз сіздермен физика пәні бойынша жылдамдықтар тақырыбына сабақ өтетін боламыз. Ендеше кеттік, бастаймыз. Жалпы бізде жылдамдықтың екі түрі бар. Кәдімгі обычный жылдамдық және де салыстырмалы жылдамдық. Сондықтан біз сіздермен ең бірінші жылдамдық дегеніміз не, соған тоқталып өтсек. Жалпы жылдамдық деп отырғанымыз бұл бізде бірлік уақыт аралығында жүрілген жол. Яғни бұл жерде біз қарасақ, жүрілген жол бірлік уақытта. Яғни бізде бірлік уақыт 1 секунд, 1 сағат, 1 минут, 1 күн, 1 ай, 1 жыл, 1 ғасыр немесе 1 дәуірге созылады. Сондықтан да біз нақты түсініп алуымыз керек. Мысалы 5 бізде километр сағат немесе метр секунд деп алайықшы. 5 метр секунд. И осы бізде бірлік уақытта жүрілген жолымыз. Яғни 1 секундта біз 5 метр жолды жүріп тұрмыз. Сондықтан осы жерінен ешқашанда шатаспау керекпіз, достар. Ендеше қараңыздар, бізде бірлік уақытта жүрілген жолымыз 1 секундта жүрілген жолымыз 5 секунд. Демек, біздегі бұл нақты жылдамдықтың мәні. Мысалы, бізде 36 км сағат деп берілсе есептерде, біз бұны міндетті түрде метр секундқа айналдырып алу керек. Сағатты және де біздегі километрді километрімізді біз метрге, сағатымызды минутқа айналдыру керекпіз. Мысалы, белгілі бір велосипед деп қарайық. Велосипед 15 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Яғни секундына 15 метр жолды жүреді деп түсініп тұрсақ. Енді қараңыздар оқушылар, бұл жерде бізде нақты 15 метр секунд жылдамдығы беріліп тұр. Яғни біз есептің берілгенде бірлік уақытта жүрілген жолды метрмен берілу керек. Метрмен, секундпен, яғни басқа қыбыжыда жоқ. Мысалы, 30 метрді 15 метр секунд жылдамдықпен қанша уақытта жүрді деген сияқты есептері болады. 1 секундымыз бізде тең болады S-ке, ал біздің жылдамдығымыз, яғни V-мыз тең болады. Ол белгілі бір біздің мысалы жаңағы айтып отырғанымыздай 15 метр секундқа тең деп ойлар. Енді келіп бір есепті қарап көрейік. Просто мысал, V-мыз 10 метр секундқа тең деп есептеген кезде, секундына бізде 10 метр жолды жүреді деп есептейміз, дұрыс па? Сонда біз бұл жерде қарасақ, жылдамдығымыз 10 метр секундқа тең, бұл біздің белгілі бір жылдамдығымыз. Енді осы жерде S-ымыз тең болады V көбейтілген Т. Бұл енді барлығымыз мектеп кезінде білетін ең негізгі вообще физиканың ең главный формуласы S тең V көбейтілген Т формуласы. Енді осы жерде V-ның орнына біз Т-ны тауып алу үшін, яғни V-ны тауып алу үшін V тең S бөлінген Т деп аламыз. Бұл бізде ең главный формула, яғни V-ны табу үшін S-ті Т-ға бөлеміз. S-іміз метрмен, ал Т-мыз бізде секундпен берілген. Яғни жылдамдықтың негізгі формуласы бізде осы жерден шығып тұр. Енді біздегі жылдамдықтың өлшем бірлігі метр секундпен беріледі. Яғни есептің берілген, яғни біздегі анықтамада бірлік уақыттағы жүрілген жол болғаннан кейін. Енді мысал қараңыздар, 10 км сағат. 1 сағатта 20 км жол жүреді деп тұр, бұл жерде, дұрыс па? Сонда бізде 56 км сағатта, яғни сағатына 56 км жол жүреді деп тұр. Енді осы жерде бұны шығару үшін біз міндетті түрде қыбыжыға келтіріп алу керекпіз, яғни метр секундқа. Мысалы,